Бүгін біз синнабоны булочкаларын жасаймыз. Бұл жұп-жұмсақ иісі аңқып тұратын даршын қосылған крем мен даршынның үйлесімі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге сүт керек болады, жұмыртқа, қант, дрожжи, тұз, ұн және ерітілген май керек болады. Ең алдымен сүтімізді ыдысқа құйып, үстіне қант салып, араластырып отырып тұзды, дрожжи саламыз. Ерітілген майымызды құямыз. Жұмыртқаны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді илектен өткізіп, ұнды сала бастаймыз. Араластырамыз. Енді қасықты алып тастап, қоюланғаннан кейін қолмен араластырамыз. Осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Бетін жауып, көтерілуге жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Қантқа даршынымызды қосып, жақсылап араластырып, енді ерітілген майды дайындап қоямыз бөлек ыдысқа. Міне қантымыз, ерітілген майымыз дайын. Енді қамырымыз көтерілді. Осылай бір басып аламыз да жаямыз. Тік төрт бұрыш етіп жайып шығу керек. Жұқа қылып, үстіне ерітілген майымызды, даршыннан жасалған салмамызды салып, жаймалап, осылай рулет қып ораймыз. Шет-шетін жабыстырып қоямыз бір-біріне. Енді осылай жіппен кескен өте ыңғайлы, кәдімгі тігетін жіппен, пышақпен кессеңіздер де болады, бірақ жіппен өзінің ішіндегі спираль формасын сақтап тұратын болады. Міне көрдіңіздер ме, қандай әдемі. Осылай барлығын кесіп шығамыз. Енді қанты еріп астына ағып кетпес үшін астыңғы жағын ұнға аунатып аламыз. Барлығын осылай аунатып, пергамент қағазына немесе астын майлап қоямыз. Бұны жарты сағатқа бетін жауып көтерілуге қоямыз. Міне көтерілді жарты сағаттан соң. Енді пешімізге салып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. 200 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Енді осы арада креміміз жасаймыз. Міне сливочный сыр немесе қаймағымызды алып, үстіне қант қосып, 40 грамм май қосамыз. Осындай масса шығу керек, қою емес. Енді міне дайын болды. Ыстықтай жарты бөлігін жағамыз креміміздің. Орта-ортасына сіңіп, еріп сіңу үшін жарты сағаттан кейін екінші бөлігін жағамыз кремнің. Міне даршын қосылған синнабон үйіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін бас